Екінші бөлім. Менің отбасым және достарым. Сабақтың тақырыбы өзім туралы. Бүгінгі сабақты жақсы түсініп, білу үшін алдарына мынадай мақсат қоясыздар. Өз аттарыңды түрлі ырғақпен айту, түрлі ырғақтарды нотаға салу, түрлі кейіпкерлердің бейнесін музыкамен жеткізу жолдарын түсіну, әннің әуенін таза мәнерлеп айту. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Өз аттарыңды музыкалық ырғаққа салып айтуға болады ма? Балалар, қанекей, қайталап есіңізге түсірейік. Қандай ұзақтықтағы ноталарды білесіңдер? Төрттік нота бірге немесе та деп саналады. Сегіздік нота бір немесе те деп саналады. До, ми, сол басқыштарын төрттік, сегіздік ұзақтықта орындап, шапалақ соғып көрсетіңдер. Бірінші төрттік нота ұзақтығында орындаңдар. До, 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 ми, соль, соль. Енді сегіздік нота ұзақтығымен орындаңдар. Те, 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 те. До, до, ми, соль, соль. Ырғақтарды тыңдап және зертте. Музыка тыңдау және орындау. Берілген ырғақтарды шапалақ соғып көрсет. Ырғақтарды зертте, дәптеріңе жаз. Содан соң оны шапалақ соғып көрсет. Өз атыңды осы ырғақтарға салып, шапалағымен ақырын сүйретіп орында. Балалар, өз аттарыңды берілген ырғаққа салып айтайық. Алтынбек, Алмас, Айзере, Мұсағали. Өз аттарының ырғағын шапалақ соғып көрсетейік. Та, 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 те, 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 та, та, те, те, та. Олайықшы осындай әннің әуенін таза әндетіп, сөздерін анық мәнерлеп айтуға тырыс. Музыка әуені кімді бейнелейді? Әннің ырғақтық сурет бойынша шапалақпен соғу. Меңжанова, болайықшы осындай.
Жақсы бала еңбекшіл, ер азамат болады. Қиындықты жеңіп кіл, құшағы гүл толады. Еңбекшіл осындай, болайықшы осындай. Еңбекшіл осындай, болайықшы осындай. Таза бала мұңтаздай, сүйсінеді қараған. Ұқыпты деп бұл қандай, жақсы көрер бар адам. Еңбекшіл осындай, болайықшы осындай. Еңбекшіл осындай, болайықшы осындай. Еңбекшіл осындай, болайықшы осындай. Еңбекшіл осындай, болайықшы осындай. Шығармашылық жұмыс жасайық. Болайықшы осындай әнінің ырғағын Ұрмалы аспаппен сүйемелде. Өз қалауың бойынша әннің ырғағын түрлендіріп, сүйемелдеп көр. Өз жұмысыңа таныстырылым ұйымдастыр және бағала. Сабақтан қандай көңіл күйге бөлендім? Сабақта не ұнады? Нені білдің? Қай тапсырма сәтті болды? Нені әлде де жақсарту қажет? Сабақтан жақсы көңіл күй алғандарыңа мен қуаныштымын. Қандай керемет жауаптар! Бүгінгі музыка әлеміне саяхатымыз сәтті аяқталды. Шығармашылық жұмыс жасап, белсенді қатысып, білім алғандарына рахмет. Сау болыңдар балалар.